тойдың болғанынан боладысы қызық деп әне міне дегенше біздің үлкен іс-шарамызға 46 күн уақыт қалды. Жұмыс қызып жатқан кезде осындай кішкентай балапанымыз тұсауын кестіруге келіп кетті. Біздің шеберханамызда осылай ақ жолын столдың үстіне төсеп жіберіп, кішкентай балапанымыздың тұсауын ақ тілегімізді айтып кесіп жатқан жайымыз бар. Шеберханада, тігін шеберханасында тұсауын кескен баланың енді жақсы ниетпен тігінші болар, шебер болар деген мақсатта тілегімізді тілеп қаламыз. Жолы ашық болсын балапанымыздың, басқан қадамы әрқашан нық болсын деп. Ендеше біз ары қарай жәрмеңкеге дайындығымызды жалғастырудамыз. Сіздердің алдыларыңызда әйгөлектің бүгін тақиясын жасап, басына кигізіп жатырмыз. Жақын арада әйгөлек жұмысқа шығатын болады. Міне менің үстімде қазір бірнеше жакеттерді өлшеп көріп жатырмын. Жакеттерім дайын болып қалды. Бұл қазақ киімдерінің жакеттері. Бұл енді қазір өлшеп көріп жатырмын. Дәл осы жакет маған өте қатты ұнап тұр. Осыған біз енді көйлек тігетін боламыз.